құрметті бауырлар. Абай Шәкәрім бабамыздың кесенесіне келдік. Кесененің көлемі өте үлкен. Шәкәрім мен Абай атамыздың жатқан жері екеуінің арасы 60 метрді құрайды. Мына артымызда тұрған ұзын мұнара тәрізді кесене. Бұл Абай атамыз бен оның кенже інісі Оспан Құнанбайұлының жатқан жері. Ал енді мына жақта мына мұнара тәрізді кесене. Бұл Шәкәрім Құдайбердіұлы мен оның Шәкәрімнің ұлы Ахат Шәкәрімұлының кесенесі. Ал енді осы жерде қазір кешен қылып істеп қойған амфитеатр бар. Үлкен көлемде жақсы жағдай жасап қойған. Оқушыларымызға үлкен азық боларлық дүние жасалды. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары өздерінің бабаларының қандай жоғары білімді, сондай дана, данышпан екендіктерін сезініп, өздеріне рухани байлық алып қайтып бара жатыр. Осыны ұйымдастырған, жалпы осы шараның идея авторлары Назарбаев зияткерлік мектептері білім беру басқармасын, Дербес білім беру басқармасына айтар алғысымыз шексіз.